Мәселе былай болып тұр. Біз байлықты ақша деп ойлаймыз. Бірақ ең үлкен байлығымызды жоғалтып бара жатқан жоқпыз ба? Біздің ата-бабамыз үшін байлық тек мал дүние емес еді. Байлық сенім, абырой, білім, тәрбие, бірлік. Бірақ мен осыған қазір басқаша қарай бастадым. Неге кейбір құндылықтар ұрпақтан ұрпаққа беріліп адамды күшейтеді? Неге бір адамның абыройы оған жаңа мүмкіндіктер ашады? Неге білім адамның өмірін өзгертеді? Неге сенім бар жерде адамдар бір-біріне арқа сүйей алады? Мүмкін біз байлықты тым тар түсінетін шығармыз. Мүмкін ата-бабамыздың байлық деген түсінігінде біз бүгін қайта ашатын бір нәрсе бар шығар. Мен мұны енді ғана зерттей бастадым. Қазақтың мәдени кодында қандай мағына жатыр? Оның бүгінгі өмірімізге қандай әсері бар? Біз жоғалтып алған қандай құндылықтарды қайта қарауымыз керек? Мен дайын жауап бергім келмейді. Осы парақшада сол жауаптарды бірге іздеп көргім келеді. Мүмкін ең үлкен байлық біз байлық деп есептемей жүрген нәрседе шығар.